Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Бүгін біз ислам ғылымындағы терең әрі маңызды бағыттардың бірі Матрудия ілімі туралы айтып береміз. Бұл ілім біздің өңірдегі мұсылмандардың ғасырлар бойы ұстанып келе жатқан сенім мектебі. Ендеше бастайық. Матрудия деген не? Матрудия исламдағы сүнни ақидасының негізгі екі мектебінің бірі. Оның негізін қалаған Самарқандта өмір сүрген ұлы ғалым имам Әбу Мансур әл-Матруди. Ол Құран мен сүннетке сүйене отырып, сенім мәселелерін ақылмен түсіндіруді мақсат еткен. Матрудия ілімінің мақсаты. Матрудилік ілімінің басты мақсаты иманның мағынасын дұрыс, түсінікті әрі дәлелді түрде жеткізу. Бұл мектеп дінді соқыр еліктеумен емес, саналы түрде түсінуді талап етеді. Яғни, мұсылман Алланы дәлелмен, ойланып, жүрегімен қабылдайтын адам. Бірінші қағида. Алланы ақылмен тануға болады. Матрудилер адам ақылы жаратушыны тануға жеткілікті деп есептейді. Ақыл сенімнің дұрыстығын бекітетін құрал. Екінші қағида. Алланың сипаттары мәңгі және кемел. Оның білімі, құдіреті, естуі, көруі, еркі және сөйлеуі шексіз әрі мінсіз. Үшінші қағида. Адамда таңдау еркі бар. Алла барлық нәрсені жаратушы, бірақ адам өз таңдауы үшін жауапты. Бұл тағдыр мәселесіне теңгерімді көзқарас. Төртінші қағида. Иман мен амал бөлек. Иман жүректегі бекінген сенім, ал амал сол сенімнің көрінісі. Адамның амалы азайса да, оның иманы толық жоғалып кетпейді. Матрудия ілімі біздің өлкеде ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүрлі сенім жүйесі. Ол дінді терең түсінуге, фантазиямен сақтануға және исламдағы орта жолды ұстануға мүмкіндік береді. Ақыл мен жүрек, ғылым мен дін бәрі осы ілімде үйлесімді тоғысқан. Ал сіз Алланы қай ілім арқылы танисыз? Егер бұл ақпарат пайдалы болса, видеоны лайктап, каналға жазуды ұмытпаңыз. Келесі видеода тағы да пайдалы және маңызды тақырыптарды жалғастырамыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.